Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Даму KZ арнасы. Plickers әдісі арқылы балалармен қызықты тапсырма орындауды көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең алдымен Google поисыққа ағылшын тілінде Plickers деп қатесіз жазасыздар. Одан кейін ең бірінші шыққан бөлігін таңдап, мышканың оң жақ батырмасын басасыздар. Экран беті ашылғаннан кейін сіздер Google аккаунтпен өздеріңіз тіркелу қажетсіздер. Тіркелгеннен кейін сіздер ағылшын тілі болып тұрған бөлікті орысша тіліне аударасыздар. Содан кейін сіздер новый класс бөлігін таңдап, өздеріңізге сыныптың атауын енгізіп, создать класс деген бөлікті таңдайсыздар. Сосын добавить студент деген жерін басып, оқушылардың атын ретімен бірінен кейін бірін жазып шығатын боласыздар. Оқушылардың есімін қысқартып жазсаңыздар да болады. Сосын сделанный деген бөлікті таңдап, өзіңізге сақтап аласыз. Сосын кіргеннен кейін распечатать список дегенді басып, өзіңіздегі оқушылардың санын шығарып алсаңыздар болады. Бұл кейін сіздерге сұрақты тексерген кезінде қай оқушы екенін анықтау үшін. Содан кейін новый наборды басып, жаңа бет ашасыздар. Бұл сіздерге тест сұрақтарын жасау үшін. Мысалы, бірінші сұрағыңызды өзіңіз әртүрлі етіп қойсаңыздар болады. Мен Абай Құнанбай ұлының шығармасы деп жазамын. Одан кейін оң жақтағы изображениені басып, өзіңізге керекті ақынның кез келген суреттерді поисыққа тере отырып, осылай таңдап алсаңыздар болады. Ең оңай суретті табатын платформаның бірі, және де әр вариантқа өзіңіз нұсқаларды жазып шығасыз. Одан кейін өзіңізге дұрыс жауапты белгілеп аласыз. Мысалы, менде А жауабы дұрыс. Одан кейін плюс батырмасын басып, екінші сұрақты жасайсыздар. Екінші сұрақта, мысалы, видео деген бөлікті таңдап, мен балаларға YouTube арнасынан бір видеоны көрсеткім келеді. Мысалы, қазбалар туралы видео көрсеткім келеді, және сол бойынша оқушыларға сұрақ жасыратын боламын. Мысалы, пайдалы қазбалар тізімін белгіле деп жазамын. Одан кейін варианттарға нұсқаларды жазып шығамын. Дұрыс нұсқаны өзіңіз белгілеп аласыз. Менде Д нұсқасы дұрыс. Сосын бұл жасаған дүниемізді сақтап, одан кейін 3А деген бөлікке сақтап алдым. Сосын помощь деген жерге кіріп, получить карты деген бөлікті таңдайсыз. Одан кейін өзіңіздің телефоныңызға Plickers деген бағдарламаны жазып аласыз да, осылай ашқан кодқа дәлдей отырып оқушыларды тексеретін боласыз. Оқушыларға өте қызықты, себебі бұл жерде бір ғана осындай код беріледі барлығына. Өзіңіз 10 сұрақ дайындасаңыз да, 20 сұрақ дайындасаңыз да, барлығы бір код арқылы тексеріп отыратын боласыз. Ең тиімді әдіс тәсілдің бірі сабақтарыңызда қолданып, оқушылармен қызықты жұмыс жүргізулеріңізге тілектеспін. Осы видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.